Сәлем достар, бүгін өте дәмді ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамның атауы жатқан тауы, ал жасалу жолы штрудельге ұқсайды. Ең алдымен қазанға майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан соң қалауымызша тауықтың етін немесе сиырдың етін салып қуырамыз. Үстінен пиязды және де сәбізді саламыз. Сәбізді бұдан көп салсаңыз болады. Жақсылап екеуін бірге қуырып аламыз. Үстінен картопты салып, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, қалауымызша дәмдеуіштерді қосамыз. Суды құйып, араластырып, картоп пен етіміз піскенше жай отта бұқтырамыз. Ол уақытта қамырды дайындаймыз. Ұнға тұзды, суды қосып, жақсылап араластырып, біркелкі етіп қамыр илейміз. Қамырды илеп, 10 минуттай уақытқа тандыруға қойып қоямыз. Ол уақытта начинкасын дайындаймыз. Сәбізге және де пиязға тұзды қосып араластырамыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қамыр жұқа болмауы қажет, себебі начинкасын салған кезде жыртылып кетуі мүмкін. Осылай қамырды жайып болғаннан соң үстінен майды құйып барлық жеріне жағып шығамыз және де начинкамызды қойып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай сәбізді мен теркадан өткізіп алғанмын. Барлық жеріне жайып болғаннан соң шетінен осылай ораймыз. Ал енді кесіп шығамыз. Сонымен біздің картопымыз пісті. Енді тағы да қалауымызша дәмдеуіштерді қосып, қамырларымызды салып шығамыз. Одан соң жарты сағат орта отта бұқтыратын боламыз. Міне сонымен біздің қамырларымыз пісіп шықты. Енді қамырларымызды бөлек ыдысқа алып аламыз. Астынан картопымызды етті салып, үстінен қамырды қойып шығамыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Өте ерекше болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.